Балгынбек ага, аброюңуз бар, атыңыз бар, жакшы көрөмүз. Не керек осындай нәрселер деп ойлаймын да, Жоқ, мен балгыр ретинде. жоқ, неге сеніп қалдым маман. Қазаққа банкке құл болмасыншы деп Көңілбай жылап бір интервью бергені бар ғой, Жылқышыбайға. Қазақтың бәрі банкке құл болып кетті, бірдеңе деп жылап интервью бергені бар. Қазаққа құл қылмайын бәрді. Өлсем өліп кетейін. Каждый шаруада өкінемін. Өлсем де қазаққа қызмет етіп, өліп кетейін лучше. Бірақ осы айтқан бәрін істемесем, атым өшсін. Біздің де ойымызда сол ғой, бүкіл қазақ банкке, әлгі Каспий банк бірдеңе, Каспий деген теңіздің түбіне батып бара жатқандай пащи халық деп бір ақын айтып еді, айтысты. Қаймайсызды. Тура сол сияқты бір теңізге, тұңғиыққа кредиттің нәрсесіне халық бүкіл батып кетті. Пенсионерлерге деген кредит, қазір 90% халық. Білмеймін, үкімет бір шара қолданып, осы бір кредиттерді кешіріп жүрмесе, халықтың ендігі жағдай өте қиын. Сол жағдай болмаса екен, мынау шынымен пайсыз екен ғой деген неге бізді алданып қалдық қой. Бірақ кейін қаншама сен сияқты жанашыр інілерім келді, банкта істеген, анда істеген, мында істеген. Аға, мынаны жарнамаламаңыз, тоқтатыңыз. Аға, мынаның түбі тығырыққа тіреледі деп көп ақылшы жігіттер келді. Солардың да ақылын тыңдадым, мыналардың да әрекетін көрдім де қойдым. Енді сенің алдында, мына көрермендердің алдында өзім айыбымды мойындаймын. Ниетіміз шынымен пайсыз халық баспана алса екен деген, пайсыз көлік мінсе екен деген ғана ойымыз болды. Қателестік, айыбымыз болса мойнымыздан көтереміз. Одан кейін бір анау базарды жарнамалап жүрдіңіз, бутиктарды береміз деп. Тағы да бүйтіп қарап отырам, қадағалап отырам, бір нәрселерді үнемі жарнамалап жүресіз. Бұл не, ақшаңыздың жетпей жатқаны ма, жоқ әлде Жоқ, бұл базарға мен ақша жарнамаға жаныңыз құмар ма, әлде бір блогер болып кеткіңіз келе ме? Жоқ, дұрыс сұраған. Мен осы уақытқа дейін жарнама, ешқашан ақшаға жарнама жасаған емеспін. Көп жарнама жасадым. Қазақша киім, самғау бар, анау бар, мынау бар. Біреу жаңа мекеме ашып жатса, кафе жасап, бәріне тегін жасап беремін. Әйтеуір қазақтың бір жігіті кәсіп бастап жатыр екен. Аға қаншаласқан алмаймын айналайын. Тегін ақ жасап беріп, біреу қазақша шам сатып жатыр, біреу белдік сатып жатыр, қазақша ою бар, бірдеңе сізден көп адам жазады. Пайдасы болса тегін жарнама жасаймын, пайдасы болмаса жасамаймын деп солай келісемін. Мен ақшаға жарнама жасаған емеспін. Ағалардың аңғалдығын алаяқтар, қояқтар жақсы пайдаланады. Енді сіз енді өзіміздің кінәміз ғой. Аузыңыз күйді деп ойлаймын. Күйгенде, маған қарасай салмақ жоқ, салмақ тастадық, сақал ағарып жатыр. Ол уайымнан ғой, халықтың алдында біреуге қиянат жасап қоймайық. Ертең Алланың алдында жауап береміз ғой әрбір. Сол бізден зиян шеккен. Соны қазір тоқтап қалған салымшыларды қайтар дейді ғой ақшамызды. Мен қазір үйімде де, көлігімде бәрін сатып жібердім де, қазір үйімде жоқ, көлігімде жоқ, квартирада жүрмін. Бірақ ана кісілердің ақшасын қайтарып жатырмын. Қанша адамдікін қайтардыңыз? 40 шақты адам шығар, соның бір 20-сын қайтардым. Бірақ біз күтеміз базар деп отқан, сабыр қылып отқан адамдар да бар. Серіктес боламыз, біз сенеміз, тұр, объект тұр, жер тұр. Бірге боламыз. Енді бұл бизнес қой, риск. Сіз де, біз де екеуміз де рискқа барып жатырмыз. Күйшік бірге күйеміз, пайда тапсақ бірге пайда табамыз. Бірақ кейбір кісілер күйгісі келмейді да, сосын кейін жарайды, сіз күймеңіз, біз күйейік деп, біз қаржыларын қайтарып беріп жатырмыз. 2 қабатты Астанада бір жақсы Әзір Сұлтанның маңында үйім болатын. Ұстазымнан қалған, Рымғали Нұрғалиев, жетекшім академик, сол кісінің үйін алғам. Соны сатып, қарыздарымды бердім. 80 миллионға саттым, бәрін қарызға бердім. Қарыз емес қой енді, базарға салған адамдардың үлесін қайтарып бердіңіз.